Мен өзім куәмін да, негізі бізде өлеңдер күшті шығады. Елдер рахметін айтып сөйтіп жатады да. Бірақ мен айтамын, тиктокқа салыңыздаршы, немесе жаңағы тиктокқа салатындай өздеріңіздің жаңағы кімге арнайсыздар, мысалы соның реакциясын түсіріп сөйтіп салсаңыздар, немесе маған жіберсеңіздер күшті болар еді деп айтамын ғой. Иә дейді да, бірақ енді басында жіберетін адамдар қазір ешкім жібермейді. Мүмкін өзінің отбасы туралы біреуге жарияға жар салғысы келмейтін шығар енді. Бірақ енді осы мені көріп отырған менің болашақ клиенттерім болса деп айтып жатқаным ғой. Өлең жаздырсаңыздар, сіздерге ұнаған болса, маған жіберулеріңізді сұраймын. Өйткені мен тиктокқа саламын. Елдер көру керек қой енді бізде қандай ән шығатынын, қандай адамға эмоция сыйлай алатынымызды, біздің адамдарға қандай көмек жасай алатынымызды білсе екен деймін. Яғни біз сіздердің сезімдеріңізді әнге айналдырып береміз. Сол арқылы сыйлық жасасаңыздар да болады ғой жақындарыңызға. Сол айтпағым сол. Жақсы, сау болыңыздар.